Мына алдарыңызда тұрған Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің басынан небір тарихи оқиғалар өткен, тіпті бір кездері қиратыла да жаздаған екен. Ең алғаш Тоқтамыс хан осы жерді жаулап алып, тіпті Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін тонаған екен. Ол кезде бұл кесене, әрине мынадай кесене жоқ, қарапайым ғана қабір болған. Содан бұл жерді Тоқтамыстан Әмір Темір тартып алады 1397 жылы. Сөйтіп, сол түскен олжаның тең жартысын Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін салуға арнайды. Оны сол кездері Ираннан тұтқын болып түскен бір керемет шеберге салдырады, күйдірілген кірпіштен. Сөйтіп, бұл жерді кейін қазақ хандары билей бастайды. Содан 17 ғасырда бұл жер Қоқан хандығының иелігіне өтеді. Қоқан хандары да бұл кесенеге аз зардап шектірмеген, тіпті бұл жерді бір кездер суға бөктірген екен. Кейін Қоқан хандарынан орыс полковнигі Веревкин осы Түркістан қаласын тартып алмақ болып шабуыл жасайды. Сол кездері осы кесенеге 11 зеңбірек оғы тиген екен. Сол кезде мына басындағы күмбезі, одан кейін бір жақ қабырғасына кәдімгідей зақым келіп, бір қираудың алдында тұрады. Сонда мына жергілікті халық, оның ішінде шырақшылар, осы кесенені қорғап қалуға барын салып, соның ішіндегі бір шырақшы борап тұрған оққа қарамай күмбездің ең басына шығып ақ жалау көтерген екен. Міне сонда ғана оқ ату тоқтайды. Солай сол кісінің жанкештілігінің арқасында осы кесене аман қалады. Бұл кесене сөйтіп біздің заманымызға міне жетіп отыр. Әрине бұл оның өзі де оңай еңбек болған жоқ. Десе де бұл жер қазақ халқының құты, тек бір Түркістанның ғана бір рухани дүниесі емес, бұл бүкіл қазақ елінің бір рухани қуат алатын жері деп айтуға болады.